Қайырлы күн құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңғақ печеньесін дайындайтын боламыз. Бұл үлкен кісілердің және кішкентай балалардың да сүйіп жейтін печеньесі. Сондықтан каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыз. Ең алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшері астына описание бөліміне жазып сақтап қоямын. Ең алдымен біз бөлме температурасын тұрған жұмсақ сары майымызды және оның үстіне сахарный пудра, яғни қант ұнтағын саламыз. Міндетті түрде қант ұнтағы болу керек. 20% қаймақ, дүкеннің қаймағы. Осыларды ыдысымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар болады. Ең алдымен басы біріксін деп венчикпен араластырдым. Бұл печеньенің әрі жұмсақ, әрі қытырлақ болып тұру үшін осы қант ұнтағын міндетті түрде қолдануымыз керек. Жақсылап одан кейін миксерін шайқап аламыз. Майымыз ағарғанша осылай араластырамыз. Енді 2 жұмыртқаны ыдысқа бөліп, сарысы мен ағынан ажыратамыз. Алдымен сарысын жаңағы массамыздың үстіне саламыз. Ал ағын бөлек шайқап, одан кейін үстіне қосатын боламыз. Осылай шаншықмен немесе миксермен де бөлек араластырып алсаңыздар болады. Бірінші осы сарысын жаңағы қосқан массамызға араластырып, үстінен жұмыртқаның ағын қосып, тағы да араластырамыз. Мінекей осындай бір келкі масса дайын болды. Енді осының үстінен алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды саламыз жартысын. Кішкентай шай қасықтың 4/1 бөлігіне сода салып, оны да қосып араластырып жібереміз. Қазір осы массадан біз жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Мен осы YouTube каналымда әртүрлі тәмді, тәтті тағамдардың оңай рецепттерін салып отырамын. Сондықтан арнамнан алыстамай каналыма тіркеліп, сондағы пирогтардың, тәтті тағамдардың, ыстық тағамдардың рецепттерін көре аласыздар. Мінекей осындай жұмсақ қамыр иленді. Таразымен өлшегенде 900 грамдай шығып тұр. Енді осының жартысын бөліп аламыз. Қалғанын тоңазытқышқа сала тұрамыз. Осы бір қамырмен жұмыс жасаймыз. Осыны ұзын етіп, сопақша етіп осылай жайып аламыз қолмен, видеода көрсетілген етіп. Және осылар тағы да кішкене жайын қарап, осыларды майда-майда бөліктерге бөліп, қазір жаңғақ печеньесін дайындайтын боламыз. Әр бөлікті осылай 5-6 грамнан өлшеп саламыз. Сол кезде жан-жағына көп кетіп қалмайды және аз да болып қалмай қамырымызды үнемді пайдаланамыз. Сіз өзіңіздің осындай печенье пісіретін аппаратыңызға қарай көресіз. Менікі кішілеу болғандықтан 5-6 грамнан өлшенді. Ал үлкеніректеріне 7-8 грамнан сала аласыз. 1-2 минут осылай қыздырып, содан кейін осындай шпажканың көмегімен печеньені алып отырып, қалғандарына дәл солай таразымен өлшеп 5-6 грамнан салып пісіріп аламыз. Осы уақытқа дейін балалар сүйіп жейтін осы жаңғақ печеньесінің әртүрлі рецептерін YouTube каналдан іздеп отырып, әртүрлі етіп жасап көрдім. Бірақ дәл осы рецептпен жасағанда ғана көңілімнен шықты. Сондықтан да сіздерге де кеңес етемін. Дәл осы рецептпен жасап көріп, бала шағаңызға қуантып немесе тіпті заказға жасасаңыздар болады. Мен осындай варенка таңдадым. Өзіңіздің қалаңыздағы қолжетімді варенканы алсаңыздар болады. Және де ішіне осындай арахис қосамын, тұздалған. Оны жайлап осындай оқтаумен езіп отырып, орташа көлемге келтіреміз. Немесе блендермен майдаласаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Осыны қазір варенкаға қосып араластырып, миксермен бір шайқап аламыз. Жаңғақ печеньесінің салмасы осындай болды менде. Егер сіздер жаңғақ ұнатпасаңыздар, қоспай қоссаңыздар да болады. Мінекей барлық печеньелерімізді пісіріп алдық. Енді осының арасына жаңағы варенкадан жасалған салмамызды саламыз. Бір шай қасықпен толтырып салып, келесі бөлігін бетіне жақсылап жабамыз. Мен печеньенің тек бір бөлігіне ғана начинка салдым, келесі бөлігіне салған жоқпын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салғыларыңыз келсе салыңыздар. Және де осылай артық шығып кеткен жерлерін пышақпен осылай алып отырсаңыздар
печеньелеріңіз әдемі көрінеді. Бір қасықтан салып отырып, бетіне келесі бөлігін жабамыз. Сол кезде жақсы жабысып, беті ашылмайтын болады. Қалғандарына дәл осылай жасап, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осымен печеньеміз дайын. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз. Егер ұнап жатса видеомыз, лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.